байланысты таңқурай. Бұл оқиғада көптеген қанды және бұрмаланған мәліметтер бар. Сондықтан, егер де сіз тым сезімтал болсаңыз немесе 16 жасқа толмаған болсаңыз, бұл роликті қарауға кеңес бермеймін. Алайда сіз Монпарнас вампирінің тарихын білгіңіз келсе, бастайық. (1848 жыл) Франция. Монпарнас зираты. Түнгі кезекші аумақты тексеріп жүр. Мұнда бәрі тыныш, тек шамның жарығы ғана қыбырлайды. Кенет күзетші жақында жерленген қабірдің жанынан бір нәрсені байқайды. Ол жақындап көруді шешеді. Жақындаған күзетшінің аяқ-қолы дірілеп, өзін қоярға жет таппады. Мұның барлығы сағым шығар деп өзін алдай бастады. Алайда моланың басында 4 аяқты мақұлық тұрғаны анық еді. Бір кезде құбыжық тоқтай қалып күзетшіге қарады. Оның қызыл көздері жыртқыш аңдар секілді қатыгездікке толы болды. Алайда қарауылды байқаған жыртқыш қаша жөнелді. 1848 жыл. Франция халқы үшін ауыр кезеңдер. Егістіктерде қуаңшылық, революция жүріп жатты. Қоса алғанда Франция әскерлері Римді тізе бүктіріп жатты. Бірақ мұның барлығын қаланың газетіне шыққан мола күзетшілерінің оқиғасы басып тастады. Бірінші қала сыртындағы зираттағы күзетшілердің бірі, молалардың бірі қайта қазылғанда екенін айтады. Әрі қарай қорқынышты бола бастады. Ендігі Париждің ішіндегі зираттарда бір әйелдің денесі табылды, және бұл дене моладан қазып алынған еді. Денеге хирургиялық араласулар жасалып, аяқ-қолдары кесілген еді. Көп өтпей басқа да зираттардан бірнеше дене табылды. Түсініксіз жағдайлар жиілене бастады. Кейбір зират күзетшілері күніне бірнеше денеден тауып отырды. Зират қарауылдары бұл жыртқыш қайдан шықты деп аң-таң болды. Қанша күзетті күшейткеніне қарамастан ешқандай нәтиже болмады. Бұл құбыжық сырттан келмей моладан шығып, істерін істеп қайта молаға кіріп кететін секілді бола бастады. Газеттердің басты бетінде Париж зираттарындағы вампир деген мақалалар пайда бола бастады. Денелер молалардың сыртынан табылуды жалғастырды. Күзетшілер өздерін қоярға жер таппады. Вампирді ұстамақ түгіл ешкім оны көре де алмады. Алайда 1849 жылдың көктемінде жауған жаңбырдан қалған іздері арқылы вампир асып өткен қабырғаны анықтайды. Содан соң бұл жерден зиратқа кіретін жалғыз жолға жіп үзілсе автоматты түрде атылатын пистолет арқылы тұзақ құрылды. Наурыз айының 7-сінен 8-іне қараған түні атылған оқтың дауысы естілді. Негізі вампирлерді өлтірудің бірнеше түрі бар. 18-ші ғасырдан бастап Европада вампирлерге аңшылық басталды. Және вампирді өлтірудің бірнеше ережелері пайда болды. Бірінші әдіс ол күннің көзі. Қаншелер қарғыс атылған тіршілік иелері деп саналды, сондықтан олар күннің көзін көрмеу керек еді. Екіншісі бағана қағу. Сол кездер тіпті қайтыс болған адамдардың жүрегіне бағана қағатын. Себебі оларды вампир болып боянады деп қорыққан. Үшіншісі күміс. Бір ежелгі гректік аңыз бойынша Артемида бірінші вампирлердің бірін қарғаған. Нәтижесінде ол күмісті ұстай алмай қалған. Егер ұстаса, терісі жана бастайтын. Төртінші вампирдің басын кесіп жағып жіберу. Бірақ біздің ролигіміздегі вампирге қарапайым қару әсер етті. 1849 жылдың 15 наурызы 74-ші француз армиясы полкының орналасқан жерінде полк дәрігері Маршал де Кальви өз жұмыс орнында отырды. Сол кезде бөлмесіне оқ жарақатын алған солдат жүгіріп келді. Оған шұғыл көмек қажет болды. Де Кальви жараланған адамды танитын. Бұл әскери инженер сержант Франсуа Бертран. 25 жаста. Басшылық сөзсіз мақтайтын қызметкерлердің бірі. Философиялық кітаптарды оқиды. Ол күйзеліп алаңдап, денесіндегі жарақаттарды көрсетеді. Және дәрігерден ешкімге ештеңе айтпауын өтінеді. Төлем ретінде не болғанын айтып беруге уәде береді. Франсуа оқиғасын тыңдаған де Кальви шошып қалады. Бірақ соған қарамастан келіскенде барлығын құпия ұстады. Онымен қоймай дәрігер науқастың бұл хоббиін егжей-тегжейлі сұрап, толыққанды қиялын айтып беруін өтінді. Келесі бірнеше ай Париждің зираттары тыныш болды. Алайда шілде айының бір түнінде Монпарнас зиратында күзетші ақсаған адамды байқап қалады және ақыры белгісіз адамды ұстап алады. Соңынан вампирдің атын осы жермен байланыстырып, Монпарнас вампир деп атаған. Бертран барлығын айтып бере бастады. Оның мойындауларын тыңдау өте қорқынышты еді. Франсуа Бертран Париждегі беделді шаруа отбасына дүниеге келген. Және отбасылық мұра ретінде әулетінде ешқандай ауытқулар болмаған. Алайда оның ағасы есінен ауысып қайтыс болған. Ол бала кезінде ешқашан ауырмаған, бірақ өте ашуланшақ әрі әлсіз дене бітімді болған. Жұқа, ұзын мойын, жазық кеудеге, нәзік аяқтарға және жұқа теріге ие болатын. Мұндай дене бітімге ие адамдардың жүйке жүйесі қозғыш болып келеді. Бертран семинарияда білім алды.
кейін әскери қызметке шақырылды. Әскери қызметін керемет өтеп шықты. Діншіл болды, бірақ қатты фанатизмге кетіп қалмады. Ыңғайсыз асыра сілтелген әзілдерін ұнатпайтын. Оны жабық адамдармен аз араласады деп сипаттаған. Франсуа Бертран ұсталып, мәлімдемесі тыңдалған соң, оны бірден дәрігерге жіберді. Олар оның бала кезінен мәйіттерге деген құштарлығы бар екенін анықтады. 15 жасында ол өзендерден өлі жануарларды, иттерді және мысықтарды алып шығатын. Оларды бөлшектеп, осы әрекеттен ләззат алатын болған. 16 жасында ол тірі жануарларды өлтіріп, жануарлардың денесін өзінің лас сексуалды қиялдарын жүзеге асыру үшін пайдаланатын болған. Ал 22 жасында өзінің адамның мәйітіне деген құштарлығын байқады. Жігіт қолынан келгенше өзіне қарсы шығады. Алайда 1847 жылдың ақпанында Франсуа Франциядағы кішігірім қалашықтардың біріндегі зиратқа серуендеуге келеді. Және қатты жаңбыр жауып кеткендіктен соңына дейін көмілмеген моланы көреді. Бертранның қатты бас ауыра бастады. Моланы өте қатты қазғысы келді. Жақын жердегі барда зират жұмысшылары отырғанына қарамастан, күректі алып моланы қаза бастады. Денені шығарып, ұрып-соғып, тістеп, күрек арқылы қарнын жарды. Шуды естіген бір ер адам Бертран жаққа бет алады. Мұны байқаған жігіт қашып кетті. 1847 және 48 жылдары Франсуада бас аурулар қатты көбейіп кетті. Бірақ бұл жолы бас ауруларынан қалай құтылу керектігін өте жақсы білетін. Оған өлі адамның денесі керек еді. Бертран молаларды қаза бастады. Қолмен қазғанда терісін түсіп жатқанына қарамастан шабыттана қазды. Денелерді шығарып пышақ секілді өткір заттармен бөлшектейтін, тіпті ішкі органдарын шығаратын. Дәрігерлер жігітке жоғарғы сексуалды қызығушылық деген диагноз қойды. Ол бұл аурудан, бұл жағдайдан жалғыз шыға алмайтын. 1848 жылдың шілдесінде 24 жасқа толған Франсуа тағы да өз қиялына ерік береді. Бертран лезде жақын маңдағы зиратқа барып, бірінші көзіне түскен моланы қазып, жас қыздың денесіне тап болады. Тергеушілерге берген сұхбаты бойынша Франсуа келесідей әрекеттер жасаған. Оның айтуы бойынша тірі әйелге қарағанда жан тапсырған денеден көбірек жылу сезген. Соған қарамастан біраз өте жәбірленушінің денесін бөлшектеп, қайта көміп тастаған. Сотқа берген бір мойындауларында Франсуа үнемі жас қыздың денесін тауып алуды армандағанын жазған. Жаз бітпей-ақ Франсуаны әскери сот алдына алып келді. Оның сот алдындағы дәрігер қойған диагнозында сексуалды азғын деп жазылды. Қоса алғанда оны вампиризмде де айыптады. Бұған дәлел ретінде бір мойындауларын алдыға тартты. Тергеушілерге ол кейде қатты ұйқысы келіп, кез келген жерде ұйықтап қалатынын айтты. Ұйықтағанда да бірнеше сағат ұйықтайтын болған. Бір қызығы ұйықтап жатқан кезінде айналасындағы барлық дауысты еститін. Негізі өзінің не қалайтынын түсінген Франсуа өзін еш шектемеген. Тіпті бір түнде 10-15 денеге дейін қазып алатын болған. Барлығына қоса тек қолмен. Айтуынша денеге жетем дегенше ешқандай ауырсыну сезінбеген. Ғалымдардың өкінішіне орай ешқандай вампиризмнің белгілері табылмады. Сондықтан бұл нұсқадан бас тартуға тура келді. Алайда Бертранның оқиғасы тарихта бірінші рет некрофилияның тірі мысалына айналды. Әскери сот Франсуаға ешқандай айып тағылмады. Жануарларды өлтіргені үшін ол уақытта ешкім сотталмайды. Ондай заң тіпті жоқ еді. Сондықтан Бертранға тек моланы қорлады деген айып тағылды және тек бір жылға соттады. Монпарнас вампирінің тағдыры әрі қарай қалай болғаны жайлы нақты мәлімет жоқ. Бір деректер бойынша ол түрмеден шыққан соң психикалық ауруханаға жатқызылған. Және сол жерде өмірінің соңына 1878 жылға дейін өмір сүрген. Басқа деректер бойынша ол 1856 жылы ауруханадан шыққан. Содан кейін пошташы және шамшырақ қараушы болып жұмыс істеген. Француздық деректер бойынша Франсуа тіпті емделмеген. Ол Францияның колониялары Африка және Алжирге барып жол төсеген деседі. Бертран сол күй өзінің қиялдарын жеңе алмаған. Сондықтан өзінің табиғатын білген Франсуа некроферді айдаладағы шамшыраққа апарып тастаған. Осылайша бүгінгі ролик соңына жетті. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Міндетті түрде каналға лайк басып тіркел. Келесі шығарымда кездескенше. Чао!